Сәлем достар, бүгін ағылшындардың әйгілі даршын қосылған синабон тоқаштарын дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріп, қолдауларыңызды ұмытпаңыздар. Алдымен 250 мл жылы сүтке 1 ас қасық қашытқы және де 2 ас қасық қант салып, 10 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Енді 500 грамм ұнымызды електен өткізіп дайындаймыз. Ұнымыздың үстіне 2 жұмыртқаны жарып, оның үстіне ерітілген сары май және де қалған қантты салып біріктіреміз. Ашытылған сүттің бетінде осындай қалпақ орнауы тиіс. Ұнымыздың үстіне сүтті құйып, қасықтың көмегімен біркелкі массаға айналдырамыз. Қалған 50 грамм ұнымызды тақтайшаға жайып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр елейміз. Енді ыдысқа өсімдік майын жағып, дайын болған қамырымызды салып, бетін целлофан сүлгімен орап, 1-1,5 сағатқа жылы жерге қоямыз. 1,5 сағаттың ішінде нанымыз осындай болып көтеріледі. Тақтайшаның бетіне аз ғана ұн сеуіп, қалыңдығы 1 см болатындай етіп, 4 бұрышты қамыр жаямыз. Қамырыңыз неғұрлым үлкен болса, соғұрлым орамасы көп болады. Қамырымыздың үстіне бөлме температурасындағы сары майды салып, толықтай қамырымыздың бетіне жайып шығамыз. Енді қамырымыздың үстіне електің көмегімен алдымен қант, содан соң корица, даршынымызды сеуіп шығамыз. Қамырдың шеткі жағына 1 см болатындай етіп, орын қалдырамыз. Енді біркелкі етіп қамырымызды ораймыз. Алдын ала айтып кеткендей, қалдырған қамырымыздың орнына су жағып, қамырымызды бекітеміз. Енді өткір пышақтың көмегімен немесе тоқаштарыңыз әдемі кесілуі үшін лесканы пайдаланып, бірдей бөліктерге бөліп шығамыз. Менде 11 бөлік шықты. Тоқаштарымызды майланған противенге салып, барлығын салып болған соң 20 минут тағы да көтерілуге қоямыз. Содан соң 180 градус қызып тұрған пешке 25 минутқа
қызарғанға дейін пісіреміз. Алғашқы қызара бастаған кезінде ала берсеңіз болады. Себебі егерде пеште қатты тұрып қалса, тоқаштарыңыз қатып кетеді. Кремін жасау үшін сары майдың үстіне қант ұнтағын сеуіп, миксермен араластырамыз. Сары майымыздың үстіне ірімшік қосып, біркелкі массаға айналдырамыз. Пештен алынған ыстық тоқаштардың үстіне кремімізді жағып, дайын болған тоқаштардың дәмін татып ләззат алыңыз. Осымен синабон тоқаштарымыз дайын. Видеода көріп тұрғаныңыздай, тоқаш өте жұмсақ, әрі тоқаштардың иісі барлық үйді алады. Сіздермен бірге болған Асылжан, астарыңыз дәмді болсын.